Osmine сервері. Қазір сіздер осы видеода менің осындай 3 этажды магазинмен осы выживаниеде салған үйімді көретін боласыздар. Мен прям бүкілін есімде емес, так что сосын кадр-кадрмен жұмыс істейтін боламыз. Ең алдымен мен осындай странный торговецтен осындай новыйдан шыққан 19-ға деревен сатып алдым да, и содан нарост салып, каждый игроктың үйіне апарып тастадым. И сосын жителерді емдедім да, и сосын починка сатып 2 алмазға сөйтіп спавнға қойдым. И сосын бірінші алмаздарымды алдым. Бірақ та алмаздарымды ұзақ уақыт ұстай алмадым, өйткені мен неше пиглиндерден өліп қалдым. Неше золото емеген аналар алады, еще аналар от атып вообще жаман қатты көп урон алады. Ошым неше негізі спавн әдемі қалып, атта жолды күшті қыламыз деп ойлағанбыз. Бірақ та бұл спавн рейд болып кетті, осындай болып кетті. Ошым спавндағы ең бірінші мен постройкам осындай 3 этажды бағана видеоның басында көрген сияқты этаж үй болады. Ең алдымен мен осындай ұзын жерді тексеріп алдым да, сосын осветить етіп қойдым, ұшақ шығып кетпесін деп. Сосын осы постройка үшін шамалы көптеу шерсть керек болған, ал выживаниенің басында ешкім шерсті онша көп таппағаннан кейін осындай кішкентай фермаға қойларды қамап қою керек болды. Все равно судың астына мынандай түрзебіс соғанда шыға бергеннен кейін мен бір түрзебіс алып алма дедім, бірақ та менің ішімде добыча болмады. Сосын кейін жителді емдеп алатын шығармын деп ойлап едім, бірақ та оны түрзебіс соғаған утопник өлтіріп тастады. Мен бірақ уже моптарды дофига түсіргеннен кейін уже что-то слишком окей болды. Енді ештеңе мені отвлекать етпейтін шығар деп ойладым да, и одан кейін постройкамды істейшерін ең үстінде уже крипер шығып кетті. Шерт менің ешкім лох екенімді білмей ақ қойсын. Байқамай бүкіл кварцымды кирпичке айналдырып жібермегенім шүкір әйтеуір. Одан кейін осындай мынандай клин дейтінді мен ұзақ уақыт іздедім да, сосын осы сары цветке боядым. Соның кесірінен немесе тағы да бір нәрселердің кесірінен видео не істеп кетті, созылып кетті. Одан кейін цвет ешкімде жоқ екенін түсіндім да, сосын өзім сразу қойылған сары цветтен бастап алайын дедім. Сосын тағы да мен постройка істеп жатқан жеріме отвлекать етті. Сосын Атабек 1, 2, 3 деді, одан кейін біз портал айтып кеттік. Мен вообще драконмен түгіл самайтын түсіндім да, просто кристалликтерді өтіріп нәрсе сатқан сияқты сындырайын дедім. Негізі лукпен әшетті сындыруға болады, бірақ та мен нафига лукым сындыруға жасағам. Сосын басқа лугымды алуға тура келді инвентардан. Дракон өлді, мен эндерменмен түгістім. Сосын мен бүкіл элизерін тауып алатын шығармын деп ойлап алдым да, сосын бүкіл уақытымды осы неге бөлдім. Өйткені мынаның төбесінде не бар шығар деп ойладым, атат корабль бар шығар деп ойладым. Сосын сразу шалкерді тазалап қойсайын дедім, өйткені менде шалкер вообще болмағаннан шығар. Содан кейін типа ценный заттар, ценный емес заттар деп. Сосын менде вообще порох болмады, сосын элитраны бірше таптым. Сөйтіп осындай мостик істеп баруға тура келді. Бірінші корабль, екінші корабль деп видео істейшерін, бірақ та өліп қала бердім. Оның себептерінің бірі эндермендер. Эндермендерді қарамау үшін басыма тыква киіп алдым. Бірақ та мен тыкваны неғып беттеріңізде қарауға тұрған жоқ, шайдар жазып алдым, елжана сұрадым да. Ол шайдар енді типа қараңғылықты алып тастайды. Сосын мен последний кораблімді лутать еттім, өйткені ол дәл телепорттың астына шыққан. Маған кетте жатқан шығар, солай деген ойда болдым да, подсказкаға сеніп кеттік. Сосын елжан древний город тауып, 19-шы версияда шыққан. Сосын сол городқа бардым мен. Осындай әдемі қараңғы бетті алып тастаса ғой деген ойда едім. Бірақ та бұның барлығы капот продолжениесіне істелінген, қараңғы алып тастайтын футаждардың бірі. Осындай яркий цветпен көрінсе ғой, әйтеуір бір нәрсе көрінетін еді. Бірақ та бізде осындай қараңғы жер болды, еще ол телефон бетінде, вообще яркоспен вообще аяқ вообще қараңғы қойды. Мен осы уақытта вообще экран беті қап-қара болған. Мен түсіндім, элитрамен өліп қалатынды, бірақ та маған бәрібір деп жүре бердім. Өйткені қаншама ценный заттар болса да алып кетейінші едім. Сосын 2 зачарованный яблокымен, сосын бір алмазный конская броня тауып алдым да, сосын сразу шалкерге салып қойдым. Если өсем, тағы да маған элитра істеуға шанс болады. Сосын мынандай искрататын мен қақтанбайын. Ютубта көрген, бірақ қандай күштер бар екен бардайын, бірақ та оны аталатын көрген. Сосын аяқ киімде легкіс жоқ екен, өйткені мен ол легкіс дейтінді, серверге кірген бір новичок біреуге бергенмін. Сосын аяқ киімде легкіс жоқ болғаннан сразу өліп қалсам. Осы сервердің ең басты назначениесі аккаунттарды дамыту шығар деп ойдамын.
ержан өзінің осы крэпсте қалай ұлт ете жатқанын түсіргенінің арқасында өте көп просмотр жинаған. Мен өзім соның ішіне 100 000 просмотр жинаған бір кішкентай клиптің ішіне кіріп кеткенмін. Осының арқасында біз казахский Майнкрафт аудиторияны дамытатын боламыз. Хоть нормальный заттар болса да, семдетский контенттен қарағанда. Мен осындай магазинде басқа да заттармен толтырдым. Типа алмазный броня, неразрушимость защита, починка дейтін заттармен толтырдым. Анау магазинде әлі сындырған жоқпын. Сосын золотой марка саттым. Өткен жителер оны аз бағаға сата берген. Сосын менде уже почти осындай накопление болды. Мен басында выживанием басында ойлағам, что каминді шелковый костюммен тапқан каминді шетелдегі сатып жүзім мұттаватын шығармын деп. Бірақ та ол ойды сразу отказ етуге керек болды, өйткені ешкім крэп таппағаннан кейін. Сосын осы удача үшпен осылардың барлығын қазуға дайын тұрдым. Сосын осындай сундуктарымды сортировать етіп қойдым. Если сіздер менің бұрынғы почти ең бірінші выживание картамды көрген болсаңыздар, мен не істеген болғам, шахтада выживание істеп, еще осындай рудалармен үлкен үй сапсағам, сол кісінен тапқан. Одан кейін мен осы шахтаға баруға желанием ашып кеткен. Бірақ та оны ютубқа салуға болмады, өйткені ода авторский права дейтінді алып тастаған. Ол кезде мен кішкентай болғам, түсінбегенмін қалай істеу керек екенін. Соның арқасында ол телеграмда ғана болып тұр данный момент. Телеграмда мені шахта выживание екінші бөлім деп басып тұрған қазақша деп. Сосын мен өзімнің магазинімді до конца аяқтап салайын дедім да, сосын ең басында крышасын аяқтайын жатқанмын ғой. Сосын чангты көтере жатсам, шамалы алысырақ көрінсін деп. Сөйтсем менде чанг высокий отыр екен. Оказывается, соның кесірінен менің телефон тез қызып, сосын записі тез желіп жатыр екен. Осында әдемі бит деп айтайын жатсам, осында қоттайды. Сосын Дархан менен 15 книжка сатып жатыр. Типа андай халявный алмаз алайын жатыр. Оказывается, крэп шақта ол книжный полкың сияқтан да алған екен. Сосын нәште игроктың қалай мен магазинімде алмаздарын қызатқанын көрсеңіздер болады. Өте удобно барлығы. Осы лестницаның астында подвал істейін ба деп ойлап жүрмін. Және де біздің сервердің игроктарына өте оңай. Мен магазинімде қарап жүру, не қай жерде сатылып жатқаны көруге болады. Сосын менде желание ашып кетті, чтобы ферма порохов істеуге. Сосын мен сразу броняларымды зачаровать етіп қойдым, чтобы жителердің книга болғаннан кейін самый топовый бронялар только шипы үш керек. Сосын осындай блоктарды алып алдым да, енді ферма порохов істеуге дайын едім. Бірақ та Атабек іште татам бесмертия сатып жатыр екен, 2 алмазға фермара істеген екен. Сосын мен өте көптеу татам бесмертия сатып алдым, чтобы өткені оларды өзіңе табуға желание болмағаннан кейін. Егер де сіздер білсеңіздер ғой, нәште қаншама игрокта өлгенін, өткені бұл жол тек қана менің үйіме ғана апарады. Сосын хэштег lastmine деген видеоны түсірген адамдар кіре бастаған, оның өзінде выживание жайлы видеолар түсіру керек болған. Сосын шамалы 1-2 адам видеосы кіріп кетуге тура келді. Өткен біздің серверде адам болмаған. Сосын мен Арханға 38 алмазға бір элитра сатқанмын. Өткені ода элитра болмаған, End-City'ді арылығы өткені мен бүкілден алып тастаған почти. Сосын Атака осындай золото фермасын істеген. Оны маған қолдануға 10 минут 2 алмазға қолдануға берді. Ферма өте эффективный, бірақ та менің үйімдегі Wi-Fi бұны көтере алмады. Арасына шығарып тастап байқамай білет өліп қалдым Атабектің қолынан. Сосын енді үй жағымды шамалы тазартайын дедім да, сосын осы шамалы тексеп, жителердің үйлерін сындырып тастай салдым. Сосын Херабрин менің көшім болуға келісті да, өткені мен Херабринді шамал постройкада бар адам шығар деп ойлағанмын. Содан кейін іште жителер жатыр екен, жалғыз өзі. Мен жителермен депрессия болып отқан кезде выживанием басында жай ғана үйіне отырған, сосын өлтіріп тастай салдым оны. Және де менің жерімді осындай текст емес және әдемі бестеп естеріңізге сақтаңыздар, өйткені қазір бұл жер өзгеріп кететін болады. Жер өте текстелген сияқты болды, примерно үй салуға керек жететін жер сияқты.
И сосын менің өзімнің шахтама түсіп шамалы камень табайын деп жатсам, оказывается әшейін менде табылған камень бар екен. Еще өзімнің суперский мечім бар екен. Білмеймін, мен бұны жоғалтып алдым ба деп ойлап едім. И сосын әшейін біреу обсидиан табамын деген бе, немесе жай ғана төменге қазамын деп ловушка түсіп кеткен. Тупойский ловушка түсіп қалып, тотем бессмертияны просто кетіп алдым. И сосын үй жақта андай факелмен освещение дұрыс оншалықты әдемі емес дедім да. И сосын осындай светокаминнің үстіне ковер қойып, и сосын әдемі қылуға болатын осыны факел дерсіз әдемі қылу керек деп ойладым да. И сосын солай істедім. И сосын ағаштарды алдым да үй сала бердім. Үй чисто ағаштан болады, және де осындай оңай табылатын ағашпен салатын болады. И сосын екінші этажға көтерілдім. Егер де достар сіздер осы үйді және де ана үш этаж үйді қалай салғанымды білгілеріңіз келсе, туториал қаласаңыздар, осы видеоның астынан 100 лайк жинаңыздар. И және де если что комментарий жазып кетсеңіздер, выживание үйлер деп. И сосын постройканы шамалы отвлекать етіп, сосын осындай мостиксе жол істей салдым спавнға дейін, және де осветить қойдым. И сосын сразу спавнға барғаннан кейін сосын дүкендегі заттарды толтырып қоя салдым. Бір жаман жері, біз игрокдар кіргізіп жатқан кезде, основном кейбір кезде біз білмей қалатынбыз қандай игроктарды кіргізіп жатқанбыз. Мен жай ғана келістік, давайте дей салғам. И соның кесірінен ойлағаппын, ақпарша мен дүкенімде олар тұнып кетуі мүмкін ғой деп. Я мен 4 алмаз істеттім, және де полностью едаларды тұнып кеткен. Бірақ қазір ондай дефицит жоқ, бірақ та ақыры келгеннен кейін тағы да сөйіп постройканың арттың крышкасын айғап жасадым. И осымен постройка бітті. И сосын достар, кетіп батқан жеріне мен ойландым да, и ұштап мынау жол ешкім тез жай деп ойладым, тез деп болған. И сосын осындай спавның қасында осындай лед бар, осындай биом бар. И сосын осымен сразу жол істеп тастайын дедім да, шалкері заттарын сақып қойып, лед тауға кетіп қалдым. И енді осы жермен бару келу өте тез болатын болады. И мен сразу үйін покидать ету керек болды, өйткені үйдің ішіне крипер шығып кетті. И сосын ішке уже херовин бір үй салып тастаған, бірақ та мен оған айтқам, бидон салып жатқан кезде үйді алып тастау, өйткені менің үйімнің слишком жақын жерде тұр. Еще мен оған просто айтқам, үй салсай деп, бірақ та слишком жақын емес. Мен оған еще территория жинап қойғам, бірақ ол әлі көрмейді, өйткені ол оншалықты активный игрок емес. Тек түнде ойнағаннан кейін мен онымен дұрыстап сөйлесе алмадым. И сосын пират осы кезде енді ғана серверге кіріп жатқан. И сосын пираттан сұрағам, үйді қалай шыққан. И сосын ол тек қана зор деген ответ берді. И сосын осылай скелет садақшы дейтін де осылай байлап қоя салдым. И сонымен екінші этаждың ең бірінші дизайндерін аяқтап тастап жатырмын. И оның ең бірінші спальня, жататын ұйықтайтын жерім. TikTok, YouTube'дан моншақта туториал таппадым, қалай кровать салуға болатынын. Және де осы скелеттің арқасынан шамалы яқта живой бір нәрсе бар сияқты болып көрінді, өйткені спавндағы балдар асыма мен жаққа қарай келмейтін. И сосын осындай факелдер, фонарикпен осы жарқыратып қосайын дедім, шамалы живойға келсін деп. И сонымен үй дайын, и туториал. Давайте осындай кішкентай склад жаңағы кірген жерде плита тұрады. И сосын іште зачарованный стол. И сосын іште бұрында тиктоктағы видеоға шоп драконның аузына осындай нені грамматфордты қойып қоятын. Бірақ та ол клипті таппадым. И сосын осындай ақып істей салдым. И сосын ішке қолдарыңыз жуаса да, и сосын сүлгі сүртесіздер. И сосын есте жоқ қойсаңыздар, если что. И сосын екінші этажға көтерілген кезде іште карта шығады. И просто қазір интернет менде слабо ұстағаннан шамалы карта қатып жатыр. И сосын ішке броня только оншалықты күшті емес. И сосын іште отыратын жер, и және де карта тұратын іште, типа сокровищен карта. И сосын іште сурет, сушителін. И сосын іште шамалы кітаптарды оқуға болады. И сосын ана шетте кухня. Бұл кухняда тамақтар пісіріледі, және де іште осында әдемі вид бар кухнядан, держителерге қарайтын. И сосын іште кішкентай фонариктермен шамалы освещение. И сосын үште ұйықтайсыздар.
бір кезде хравин тұрта жынданып кетіп менің үйімді өртеп жатты. Өйткені мен ол менің үйімнің және де менің текстеген жердің қасына менің еңбегіммен. Общем, тұрта жай ғана өртей салды. Мен оған өте көптеген жаман сөздер айттым, бірақ та қазір оны ютубта айтпай ақ қоя салайын. Сосын осындай үйімнің дымы қалмады. Қаншама еңбегім көз алдымда өтіп кетсе ыңғайсыз екен. Сосын телефон памяті толып тұрғаннан кейін мен онша үйді қалай ластан жеткенімді түсірмей ақ қойдым. В общем, достар, нерв жетті мен үйді өртенгеннен кейін. Бірақ та все равно мен больницада жатқаннан кейін аяқпен түсіп қалдым больницаға. Сосын все равно үйдің ішіне ісіп тастайын дедім. В общем, үй өртенгеннен кейін не так уж әдемі болып қалды. Бір нәрсе толком өзгерді деп айта алмаймын, бірақ свободный место көп сияқты болып қалған сияқты. Сосын жаңағыдай порталға кіретін әдемі ход түсіп тастадым. Сосын ішке ферма обед салдым. Минимальный. Оны бірақ болашақта автоматически қылуым мүмкін келесі видеода да. Содан кейін іш пысқаннан кейін осындай жителердің, осындай күшейтетін шығармын деген ойда болдым да. Сосын сервердегі постройкамен айналысатын болдым. Осындай кішкентай минимальный домик, еще полы әдемі, андай типа не однотонный, сосын осындай минимальный жителерге арналған домик. Сырты өте андай типа не детальный домик. Оған где-то 4-5 сағаттай кетті. Осымен видео аяқталды. Келесі видеода тағы да бір нәрсе постройкаларды көрсететін боламын. Осымен видео аяқталды. Давайте пока.